Қаяқ? Подъезд, бірінші қаяқ. Екі подъезд, үш подъезд. Бір А. Рахмет. Бір А подъезд. Орыстар қазақша үйретіп отыр. Ойда 20-ға орыс келген дейді. Қонақ үй. Гостиница. Жақсы ма? Россиядан келдің ба? Нәрсе бар? Россиядан приехал, да, Россиядан? Россиядан. Бізді татарлар. Қазанда. Ассалаумағалейкум жігіттер. Кеше 25 қыркүйек тағам асханада кешкі сағат 10-ның шамасында бір 3 бала келді, орыс жігіттер. Түрлерінен көрініп тұр, жергілікті емес екені. Сөйтіп, тамақтарын алып болғанша жан-жаққа қарамай, дауыстары шықпайды. Біз бірден біліп отырмыз, байқап, жаңағыдай жергілікті жігіттер болса, дауыстары шығып, қарқылдап күліп сөйтіп жүретін еді ғой. Сөйтіп байқап қойдық та, сонымен тамақ ішіп болғаннан кейін қастарына барып сөйлесейік деп мен бардым. Приветствую, ребята десем, сәлеметсіз бе дейді біреу. Сонымен не, Россияне десем, иә дейді бірден. Иә, бізге қонақ болып келіп жатсыздар ма десем, жоқ, проездім өтіп баратырмыз. Бір кішкене сөйлесейік та, әңгімелесейік, интервью бересіздер ма десем, жоқ, шаршап тұрмыз. Тағы жолға шығуымыз керек деді. Сонымен жарайды, жолдарың болсын деп кеттім. Бұдан айтайын дегенім жігіттер, ол жігіттердің түрлерінен ешқандай бір агрессия, бір бізге зиян, қауіп төндіретін ондай түр көрген жоқ. Шыны керек, ол жерде олар өздері қорқып жүр. Былайша келіп қарағанда мобилизация деген ол шынымен де ауыр нәрсе. Оларды шынымен де соғыс алаңына жіберіп жатыр. Война тяжелая. На всякие там чеченские и так далее близко не похоже. Расход боеприпасов у меня приблизительно в 2,5 раза больше, чем в Сталинграде. Первый грех — это дезертирство. Никто не дает заднюю. Никто не отступает. Никто не сдается в плен. Когда вы будете обучаться, при сдаче в плен вам расскажут 2 гранаты, которые вы должны иметь с собой. Первые заключенные, которые воевали со мной, это было 1 июня, штурм Угледарской ТЭЦ, 40 человек из Питера, строгий режим, рецидив. 40 человек зашло в окопы противника, вырезали его ножами, было 3 погибших, 7 раненых. С 3 погибших одному было 52 года, отсижена 30-ка. Погиб геройски. Кто нам нужен? Нам нужны только штурмовики. 60% моих парней штурмовики, и вы будете одними из них. От нас вы не будете отличаться ничем. К вам такое же отношение, иногда еще более лояльное, чем к тем, кто у меня воюет по много лет. И прошли десятки войн. Взвода огневой поддержки и другие подразделения, которые обеспечивают наступление. У меня есть в ЧВК самолеты нескольких типов, есть РСЗО, есть танки, есть все, что необходимо для того, чтобы эффективно наступать. Те, кто двигается вперед, те, кто самые борзые, они выживают лучше. Те, кто дают заднюю и не понимают, что им делать, понятно, что они попадают в замес. Все погибшие, тела отвозятся в то место, которое вы указываете в своем завещании, родственникам или захоранивать там, где вы говорите. Те, кто приезжает и в первый день говорит, куда-то я не туда попал, мы делаем отметку дезертир, и после этого следует расстрел. Бізге қашып келе жатқандардың меніңше, менің өз пікірім, олар ол соғысты дұрыс деп санамайды. Сөйтіп, ол соғысқа барып өлгенше, я болмаса басқа жаңағыдай басқа елдің адамдарын өлтіргенше, одан қашақ деген сондай адамдар деп есептеймін мен. Бері қарай қашып жатқандар. Тойып секіріп келіп жатқан жоқ, меніңше. Олардың басына күн туды. Бұл үлкен қазір
геополитический, геосаяси үлкен дағдарыс болып жатыр. Ресей мен жаңағы Украинаға НАТОның әскері келіп жатыр дейді. Ол үлкен бір соғыс, оның эскалациясы бізге дейін келмеуіне кепіл жоқ ешқандай. Оның яғни зардаптары. Менің ойымша, менің өз пікірім, олардан зиян бір қауіп жоқ. Оларда кәдімгі қарапайым қонақты күткендей қандай жаңа қызметтерді көрсетеді, біздің жаңағыдай дүкендер болсын, қандай қызмет көрсететін орталықтар болсын, барлығы адал түрде сол біздің елдегі азаматтарға қызмет көрсеткендей, сауда-саттық жүргізгендей, сондай деңгейде оларға адалынан қызмет ету керек. Себебі айтады ғой, өзіңе не қаласаң, өзгеге де соны қала деп. Бұл мұсылманның қасиеті. Яғни жігіттер, бауырлар, сол жаңағыдай осындай басқа күн туған кезде маскамыз шешіліп кетпесін. Рахмет, Қызылордадан Фархат. Күңіренген күнде мұңаямды өкпелеймін кімге, келем үнсіз аңдамай, өкініш пе бұл қалай жеткізбейтін арман-ай, өтеді өмір шалған-ай. Амал бар ма, өмір осылай, сынағына көнесің, тағдырыңа ересің, ай, өтеді зымыра. Күздегі күңіренген күнде мұңаямды өкпелеймін